бір күні біз сыныптастарымызбен бірге көшені басымызға көтеріп келе жатырмыз. Кеш болса қарайып келеді. Ескі мектептің жанынан өте бергенімізде Бекнұр мектепке қатысты тылсым оқиғаны айта бастады. Бәріміз Бекнұрдың бетіне қарап отырмыз. Ал Бекнұр болса әңгімені бастады. Бұл мектепке жұмысқа тұруға келген күзетшілердің көбісі көп ұзамай орындарын босатқан. Оған себеп ауылдағы Ербол ағай. Бастапқыда үн-түнсіз жұмысына барып келетін Ербол ағай кейіннен біртүрлі бола бастаған. Өйткені ол түн ортасында ұйқылы ояу үй ішіне айтпай сыртқа шығып кетеді де таңертең түк болмағандай мектеп жақтан келе жатады. Тұрғындар одан сұраса жай ғана түнгі ауысымда болдым деп жауап береді екен. Алайда келіншегі мұнда бір сырдың барын аңғарып, ертеңгі күні түнде Ербол ағайдың артынан аңдымақшы болады. Жоспар бойынша келіншегі өзінің ояу екенін білдірмеуі керек. Ал Ербол ағай болса сол сәтте төсектен жаймен тұрып, сыртқа қарай шығып кетеді. Сыртқы есік жабылған сәтте әйелі сырт киімін киіп Ербол ағайдың артынан аңдиды. Сөйтіп жүріп күйеуі мектепке де келеді. Ал келіншегі болса есікке жақындаған сәтте мектептен бір топ адамдардың дауысын естиді. Тіпті бұл дауыс той болып жатқандай көрінеді. Бірақ түн ішінде мектепке қайдағы той деп ойлайсыздар. Осы сәтте келіншек не істерін білмей бойын үрей билеп үйіне қайтады. Сөйтіп жүріп таңды атты. Таң атысымен Ербол ағай далада самаурын қойып жүр екен. Оны көрген келіншегі түндегі оқиғаны сұрар-сұрамасын білмей басы қатты. Өйткені күйеуі түк болмағандай жайдарлы жүреді. Түнімен той тойлап шаршаған адамның түріне ұқсамайды. Қайта керісінше бәрі тамаша көрінеді. Бірақ кейінірек осыдан бірнеше күннен кейін ауыл жұрты Ербол ағай есінен айырылыпты деп шулай бастайды. Себебі Ербол ағай сөйлей алмай қалатын болыпты. Тек қана саусағымен ескі мектеп жақты көрсете береді. Бірақ түсініксіз жайт мұнымен аяқталмапты. Осы оқиғадан кейін мектепке күзетке тұрған келесі адамның айтуы бойынша мектепте жарық өзімен өзі өшіп жанып тұрады екен. Тіпті түн ішінде шулы дауыстардың естілетінін айтқан көрінеді. Одан кейін келгендер де әлде бір себеп тауып жұмыстан өз еркімен шығып кете беретін болған. Жұмысқа келгендердің барлығын шошытқан қандай қорқыныш деп ойлайсыздар? Әрине жұмбақ. Сөйтіп арадан бірнеше жыл өткеннен кейін бұл мектеп жұрт бара бермейтін орынға айналды. Тіпті кейбір жылдары мектепке ұрылар түсіп біраз заттар жоғалған және электр сымдарында үзіп кеткен көрінеді. Мінекей оқиға да осылайша аяқталыпты. Осыны айтып болған достарым да үйлеріне қайта бастады. Туған жерімізде орын алған бұл оқиғаны дәл бүгіндей кешқұрымда естігеніміз көңілімізді түсіріп барады. Кенеттен көзім еріксіз ескі мектеп жаққа қарай түсті. Терезесінен от жанғандай жарқырап тұр екен. Әп-сәтте достарыма айқай салып, ананы қараңдар деп ескі мектепті меңзедім. Мектептің ішінде жарық жанды да жалп етіп өшіп қалды. Осылайша 3 мәрте қайталанды, бірақ не болғанын түсінбедік. Сөйтіп зәреміз ұшып үйге қарай барынша тезірек жүгірді.